Достар, менің есімім Анель ханым, мен сексологпын. Бүгінгі тақырып қыздық перде. Бұл жайында видео шыққан, бірақ әлі күнге дейін көптеген сұрақтар келеді, сол үшін тағы бір видео шығарудың жөн көрдім. Осылай сұрақ: қыздық пердеден неге қан шықпады? Қыздардан да жігіттерден де көп келеді. Бірінші жыныстық қатынасқа түскенде қан шықпады. Қыздар мысалы айтады, менде жыныстық қатынас болған жоқ, ер кісі білмейді, сенем ба, сенбеймін ба. В общем, бір каша болып кетті. Достар, қан қыздықтың белгісі емес. Бұл дерек. Қан қыздықтың белгісі емес. Қыздық қансыз да шығуы мүмкін. Бұл қалай? Анатомиялық тұрғыда қыздық перде өзінде әйел адамда месячный шығады, етекір шығады. Соның қыздық пердеде өзінің тесіктері бар. Сол тесіктерден етекір шығады, қан шығады, айына бір рет. Жыныстық қатынасқа түскен кезде ер кісі абайлап, әйел адамды, қызды максималды түрде көп қыздырып, қыз бала өзінің еркін сезгенде, жаймен кіргізгенде, бұл тесік, қан шығатын тесік, жаймен ашылады да, қан шықпай қалу да мүмкін. Қан шықпау да мүмкін. Ал егер де, мысалы, өте дөрекі түрде кіргізсе, онда бұл созылмай, бірақ оны жырту мүмкін. Сол жыртқан кезде қан шығуы да мүмкін. То есть екі түрлі болуы мүмкін. Кейбір қыздарда мүлдем, мысалы, бұл қыздық перде, мысалы, тесіктері кішкентайда болуы мүмкін, кейбір қыздарда үлкен болуы мүмкін. Сол кезде де өзімен жаратылысы сондай. Сол кезде де мүлдем қан болмауы да мүмкін. Осы тақырыпты көп айту керек шығар, себебі адамдар ғылыми факторларға бізде көз жетпеген сияқты. Қаншалықты гинекологтар сөйлейді. Любой гинеколог маманына барыңыз, әр маман сізге осы мәселені айтады. Гуглға ізденіп көріңіз, бұл да сізге соны айтады. Мен сексолог ретінде сізге осыны айтып жатырмын. Бірақ әрине мені ғылымдарды, дәрігерлерді жоққа шығаратын да пікірлер болады. Енді бұл адамның өзінің жеке сыни тұрғыдан ойлау қабілетіне қайта келдік біз. Сол үшін достар, кішкене қарым-қатынас құрғанда, жанұя құрғанда, қызды, ер кісіні таңдағанда, қаншалықты сізді адам ретінде қабылдайтын кісіні қараңыз. Соған таңдау керексіз, осындай кісіді. Мысалы, қазіргі кезде маған келетін сұрақтар қандай? Менде қан шықпады, менімен ажырасты. Менде қан шықпады, мені тастады. Бұл не деген сөз? Сонда кісі қалай қызды таңдайды? Сондай жаратылысы болған, өзінің жаратылысы сондай. Мүмкін қыздығы сондай, мысалы, тесік үлкен мүмкін. Мүмкін сіздің жыныстық қатынас соншалықты жақсы өткен, қызға ауырмай, қан шықпау да мүмкін. Бұл жақсы емес па? Қай жерде мына жерде сенім? Сенім қай жақта? Сонда қанға қарап адам тастағаны бұл не сонда? Менің өз пікірім, сексолог ретінде, жалпы әйел кісі ретінде, қазақ кісі болғанда, өзіміздің менталитет, өзіміздің сондай әйелдерге ауыр тигенде, маған тиеді, мысалы, өзіме. Кішкене таңдағанда дұрыс таңдаңызшы, дұрыс кісіні біліп, максималды түрде бұл қаншалықты сізге қауіпсіз адам, қаншалықты сізге ертең проблема болғанда сізді тастайтын адам ба? Ер кісілерге деген кеңесім. Сіз қызды алғанда, бірінші сіздің болашақ ана, сіздің балаңызды өсіретін кісі ретінде. Өзің ішкі дүние, қаншалықты бұл әдепті, қаншалықты білімді, қаншалықты ашық, сізді сүйе алатын, сондай қызды табыңыз. Сондай ең басты фактор емес пе?
Тем более қазіргі кезде гименопластика деген толып жатыр. Бізде қазір топовый операцияның түрі қыздықты қалпына келтіреді. Және де гименопластика келсек, бұл сіз біле алмайсыз, әйел адам пластика жасады ма, әлі қыз ба. Сонда қазір қараңызшы да, қаншалықты, мысалы, бір қыздар мысалы гименопластикасы қарап, мысалы, нормально да, мысалы, тұрып жатыр. А кейбір қыздар өзінің жаратылысы сондай болып, ертең оны мысалы күйеуі тастап жүр. Қай жерде сонда логика, қай жерде сонда? Кішкене осы мәселе, былай айтсақ, мүмкін мен сексолог ретінде көп айтып кеткен шығармын енді, бірақ бұл өзімді пікірім бар, өзім жеке әйел тұрғыда, сексолог ретінде, және де сыни қабілеті, ойлау қабілеті бар адам ретінде осы айтып жатырмын сізге. Сол үшін сіз оны ойланып, өзіңіз бір шешімге келесіз деп мен ойлаймын, достар. Менің инстаграм парақшамы жазылып, өзіңіз пікіріңізді сол жерге қалдырыңыз, достар. Рахмет сізге, менімен болғаны үшін рахмет. Парақшама жазылып, менің видеоларымды қарағаның үшін үлкен алғысымды білдіремін. Рахмет, достар.